Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей Нурик. Бүгін мен сіздерге Хроника фильмі туралы айтатын боламын. Офигеть! Держись! Охренеть, ты летишь! Кино белгісіз метеоритті тауып алып, супер күшке ие болған үш жігіттің оқиғасы туралы болады. Барлығын басынан бастасақ. Фильм басты кейіпкер Эндрюдің камерамен өзін-өзі түсіріп отырғанынан басталады. Бір кезде оның есігін ішіп алған әкесі тоқтаусыз қаға бастайды. Бала ашқысы келмеді. Эндрю таң атпай мас болған әкесін ұнатпады. Отбасына келетін болсақ, баланың жағдайы өте қиын. Әкесі алқаш болса, анасы ауыр жағдайда ауруханада жатыр. Эндрюді мектепке нағашы ағасы Мэтт апарып әкеледі. Мектепке келген соң Мэтт Эндрюге кете бер, бірінші сабаққа қатыспаймын дейді. Айта кететін болсақ, кино толықтай Эндрюдің камерасына түсірілген. Мектепке келген жігіт қабырғадан мектеп президенті болуға кандидат Стивтің суреттерін көреді. Стив Эндрюдің ағасы Мэтттің жақын дос екен. Эндрю мектепте таңғы асын ішіп отырып, билеп, дайындалып жатқан қыздарды түсіреді. Аздан соң осы қыз келіп, бізді түсіруді доғар дейді. Мектепке кері оралғасын оны бұзақы балдар сабап, жаңадан сатып алған камерасын бұзып тастай жаздайды. Эндрюдің мектептегі бір күні осылайша аяқталады. Үйге қайтып келе жатып, ағасы Мэтт оған вечеринка болады, қатысасың ба деп сұрайды. Эндрю басында бірден жоқ дейді, бірақ соңында Мэтт оны ақыры көндіріп алады. Және де ол камераңды үйде тастап кеткенің дұрыс дейді. Үйге келген соң, алқаш әкесі баласын ұрып соғып, кеше есік ашпағаны үшін сазайын береді. Менің айтқанымды тыңдамасаң, осылай болады дейді. Эндрю ағасын тыңдамай, әлгі вечеринкаға камерасымен келеді. Мэтт кішкене әңгімелесіп, өз достарына кетіп қалады. Эндрю көп сөйлемейтін ұялшақ жігіт болғандықтан басқалар құсап көңіл көтеріп билемейді. Оның орнына билеп жүрген оқушыларды түсіріп тұр. Бір кезде ол Кейси есімді камерамен влог түсіріп жүрген сары шашты қызды көреді. Біздің Эндрюге ол ұнап қалған секілді. Бірақ та Кейсидің жігітіне бөтен бір жігіттің қыздың сыртынан түсіріп тұрғаны ұнамайды. Ол Эндрюді бопсалап, қорқытып, ең соңында камерасына сусынын төгіп жібереді. Далаға шығып камерасын сүртіп отырған Эндрюге Мэтттің досы әлгі мектеп президентіне кандидат Стив келеді. Ол келе салып, Мэтт екеуміз бір үңгір тауып алдық, кеттік, ішіне түсіп көрмейміз бе дейді. Сенде как раз камера бар, кеттік түсірейік деп Эндрюді алып кетеді. Үш жігіт орманның арасынан өтіп әлгі үңгірге келеді. Стив бірінші болып тесікке кіреді, содан соң Мэтт. Эндрю басында қорықты, бірақ та басқа амал жоқ екенін түсініп, ол да белгісіз үңгірге кіреді. Үңгірді біраз аралап, жасөспірім жігіттер метеорит тектес жарқыраған бір тасты табады. Тасқа жақындаған жігіттер біртүрлі оқиғаға тап болды. Бұл жерде физика заңы бұзылып, Эндрюдің камерасы белгісіз себептермен сөніп қалады. Камераға түскен келесі кадрдан доп лақтырып ойнап жүрген Мэтт пен Стивті көреміз. Олар бір-бірінің бетіне доп лақтырып көңіл көтеруде. Бір кезде кезек Эндрюге келеді. Мэтт допты лақтырып қалғанда, Эндрю допты ойымен тоқтатады. Жігіттер бұны көріп қатты таңғалады. Өз күшін қолданған соң Эндрюдің мұрны қанай бастайды. Жігіттер доппен кішкене ойнап болған соң, күштерін ары қарай тексеру үшін үйге кіреді. Үйде олар телекинез арқылы конструктор құрап отыр. Мэтт пен Стивке қарағанда Эндрюдің күші жақсы дамыған екен. Ол аз уақытта күшін оп-оңай басқарып үйреніп алады. Арада уақыт өтіп, супер қабілеті бар үш жігіт әлгі үңгірге қайтадан келеді. Келсе үңгірді көміп тастаған екен. Жақын маңда жүрген полиция оларды қуып жібереді. Кеш түсті. Стив жолда келе жатып, Эндрюден бұрын өрт сөндіруші болып жұмыс жасаған, сосын ішіп кеткен әкесі туралы сұрайды. Содан соң неліктен камераңды қолыңнан тастамайсың дейді. Диалог кезінде Стив те ажырасайын деп жатқан ата-анасы туралы айтады. Үйге келген соң Эндрю күшін камерасына қолданады. Арғы бөлмеде әкесі телефонмен әйелімен сөйлесіп жатыр. Әңгіме кезінде ауруханада жатқан Эндрюдің анасына дәрі керек болып жатқанын білеміз. Келесі күні супер күштері бар үш жігіт жиналып ерекше қабілеттері туралы әңгіме айтады. Олар күшімізді ары қарай шынықтыра берсек, үлкен жетістіктерге жетеміз дейді. Көңіл көтеру мақсатында жігіттердің бірі күшін қыздарға қолданады. Содан соң дүкендегі қызды қорқытады. Уақыт өте келе жігіттер жарақаттанбайтындарын біледі. Эндрю Мэтттің қолына шанышқы тығып алады. Мэттқа ештеңе болмайды. Әңгіме кезінде Мэтт полицей болып әлемді жақсартуға үлесімді қоссам ғой деп армандайды. Бірақ та бұл үстінен соң полицей емес бұзақы болғысы келеді-ау деп ойлап қаласың. Жолда келе жатып, оларға бір көлік қайта-қайта сигнал басып кедергі болады. Эндрю әзіл ретінде көлікпен ойнағысы келді. Бір кезде ол көлікті жолдан шығарып жібереді. Көлік өзенге құлайды. Мэтт пен Стивке Эндрюдің бұл қылығы мүлдем ұнамайды. Стив құтқарушыларды шақырды, ал Мэтт көлік жүргізушісін шығарып алды. Аздан соң екі жігіт Эндрюге бұлай енді қайталама деп ұрсады. Келесі күні жігіттер ескі ағаш кесетін зауытқа келеді. Бұл жерде Стив жаттығып жүріп аспанға ұша алатынын біледі. Телекинезді өзіне қолданып ұшу қабілетіне ие болды. Мэтт пен Эндрюді жаттыға бастайды. Біраздан соң үшеуі бұлттардың арасында қыдырып жүреді. Жылы киініп алып аспанда футбол ойнайды. Бір кезде олардың жанынан бір ұшақ қатты жылдамдықпен ұшып өтеді. Дыбыс толқынына шыдай алмай, Стив жерге құлай бастайды. Бірақ та оны Эндрю дер кезінде құтқарып алады. Үшеуі аман қалды. Кешке жігіттер Стивтің үйіне келіп, бүгінгі өткен күн туралы әңгімелеседі. Олар бұл күнді өмірлеріндегі ең бақытты күн деп санайды.
Келесі күні Мэтт бүгін анамның туған күні деп Стив пен Эндрюді тастап кетіп қалады. Ол анасына бармайды, Кейси есімді өткен вечеринкадағы қызға келеді. Бұл уақытта Эндрю мен Стив үлкен ғимараттың үстінде тамақ ішіп отырады. Камераны байқағаныңыздай Эндрю өз күшімен түсіретін болып шешті. Стив осы кезде менің күшім Эндрю сенікінен әлсіз, сен менен біршама күштісің деп мойындайды. Арада біраз уақыт өткен соң Стив Эндрюді мектепте болатын талантты адамдар байқауына шақырады. Акт залында Эндрю картпен фокус көрсетемін деп құлап қалады. Бірақта жігіт орнынан тұра салып карталарды күшімен жинап алады. Ол Стивпен бірігіп фокустармен бүкіл мектепті таңғалдырады. Кешке жігіттер вечеринкаға келеді. Әлгі фокустардан соң мектеп жұлдызына айналған Эндрюді барлығы жақсы қарсы алады. Тып-тыныш жүрген қарапайым балаға бұл қызық болды. Тіпті бір қыз оны ұнатып қалады. Камера бұл кезде Мэттте болды. Ішімдікке тойып алған Мэтт камераға Кейси есімді қызды ұнататынын айтады. Мэтт Кейсимен кететін болып камераны Стивке беріп кетеді. Бұл кезде Эндрю қызыл шашты қызбен бөлмеде оңашада отырған еді. Бір кезде әлгі қыз Эндрюді ұятсыз деп бөлмеден жүгіріп шығып қашып кетеді. Бөлмеге келсе Эндрю көңілсіз отыр екен. Келесі күні Эндрю үйінде отырып жерден өрмекшіні көреді. Ол өрмекшіні ой арқылы көтеріп шашып жібереді. Бір кезде Эндрюдің әкесі баласына келіп, мамаң дәрі таба алмай өлім аузында жатса, неменеге $500 камера алып жүрсің деп айқайлайды. Айқайдың соңы төбелеске ұласып, әкесі баласына күш көрсете бастайды. Әкесінің еркелігінен тойып біткен Эндрю оны ұшырып жібереді. Эндрю телефонмен Мэттке соғып кездесу керек дейді. Мэтт болса қызымен жүргендіктен бос емеспін, кешір деп жауап береді. Бір кезде Стив аспанда ұшып жүрген Эндрюді көреді. Эндрюдің мүлдем көңіл күйі жоқ. Стив, бүгін ауа райы нашар, найзағай соғып тұрғанда ұшу қауіпті, кейін қайтайық дейді. Содан соң ол Эндрюдің бетіндегі жараларды байқайды. Бір кезде Стив сөйлеп тұрғанда, Эндрю өзін-өзі ұстай алмай Стивті найзағайға итеріп жібереді. Өкінішке орай Стив көз жұмды. Бұл сценада Эндрюдің камерасы Стивпен қоштасуға келген адамдарды түсіріп тұр. Адамдардың арасында Мэтт те жүр. Інісінен күдіктеніп тұрғаны түрінен көрініп тұр. Айта кетерлігі, бұл жерде Стивтің өліміне Эндрюдің қатысы бар екенін ешкім білмейді. Жерлеу рәсімі аяқталған соң Мэтт Эндрюге келіп, Стивке не істедің? Стивтің өліміне сенің қатысың бар ма? Қане, камераңды көрсет деп сұрайды. Эндрю ешқандай жауап бермей аспанға ұшып кетеді. Келесі кадрлардан Стив мені кешір деп жылап отырған Эндрюді көреміз. Достарынан айырылған Эндрю бұрынғы өміріне қайтып оралады. Мектепте әлгі бұзақылар оған қайтадан тиісе бастайды. Бұзақылардың бірі жігітке қайтадан тиіспек болғанда, Эндрю оның тістерін жұлып алады. Содан соң камераға тістерді көрсетіп мақтанады. Келесі кадрдан Эндрюдің көлікті оп-оңай мыжырып тастағанын көреміз. Жігіттің күші көбейіп біртіндеп зұлымға айнала бастайды. Кешке таман Мэтт Эндрюге келіп, күшіңді бұлай оңды-соңды қолдана берме деп айтады. Эндрю ағасынан күшті болғандықтан айтқанына құлақ аспайды. Жанжал төбелеске ұласты. Осы кезде біз Эндрюдің қаншалықты күшті екенін көреміз. Келесі күні Эндрю анасына дәрі алып бермек болады, бірақ та керекті дәрі-дәрмекке ақшасы жетпейді екен. Ол үйге келіп, әкесінің бұрынғы костюмын киіп алып, жергілікті бандиттердің ақшасын тартып алуға кетеді. Маскаға қарамастан бұзақылар Эндрюді танып қояды. Олар енді күле бергенде Эндрю оларды бат-жыт қылып, қалталарындағы ақшаларын сыпырып алады. Бірақ та бұл ақша әлі де жеткіліксіз. Содан соң Эндрю дүкен тонауды шешеді. Кассирді ұшырып жіберіп, кассадағы бар ақшаны жинап алады. Кассир адам қарап қалмай мылтығымен Эндрюді атады. Бірақ та Эндрю одан қорғанамын деп жанармай бекетін жарып алады. Осыдан соң ол ауыр жарақатпен ауруханаға түседі. Оған әкесі келіп, мамаң сенің кесірінен қайтыс болып кетті деп баланы кінәлай бастайды. Эндрю жынданып кетті. Дәл осы сәтте Мэттің мұрны қанап, құлағына Эндрюдің дауысы жетеді. Іші бір жамандықты сезіп, Эндрюді іздеуге кетеді. Бұл кезде телевизордан әлгі Эндрю жатқан аурухананы көрсетіп жатқан еді. Мэтт жолда келе жатып көптеген полицейлерді көреді. Ауруханаға келсе, Эндрю әкесін көтеріп алып жерге лақтырып жатыр екен. Мэтт оны құтқарып алады. Эндрю болса басқа жаққа қашып кетті. Мэтт қызымен бірге оның ізінен түседі. Эндрю алдында көргеннің бәрін қиратып қаладан нағыз хаос ұйымдастырады. Ол Мэттің көлігін көтеріп алып ғимаратқа соқпақ болды. Мэтт және оның қызы әрең дегенде аман қалды. Мэтт інісін көндіру үшін барын салды, бірақ та бәрі тым кеш болды. Эндрю бүкіл әлемді жек көремін деп ағасына шабуылдайды. Өзі де күшін қолданған сайын әлсірей береді. Бір кезде Эндрю есінен танып қалады. Мэтт оны енді алып кетейін дегенде полицейлер келіп, қолдарыңды көтеріңдер дейді. Мэтт олармен келіспек болды, бірақ полицейлер көнбейді. Осы кезде Эндрю есін жиып, тура Пейн секілді оларды ұшырып жібереді. Полицейлер қару қолданамыз деп шешті. Бірақ та Эндрю оқтарды тура матрицадағы Нео секілді тоқтатады. Содан соң полицейлерді қайтадан ұшырып жібереді. Соңында Исуас Эндрю ғимаратты қиратпақ болады. Мэттің оны өлтірместен басқа амалы қалмайды. Осылайша Эндрю өледі. Арада біраз уақыт өтті. Бұл жерде Мэтт Эндрюдің камерасымен Эндрю баруда армандаған Тибетте жүр. Камераға ол інісінен кешірім сұрайды. Және де алдағы уақытта адамдарға көмектесетіні туралы айтады.
Осылайша фильм аяқталады. Фильм туралы ойыңызбен комментарийде бөлісе кетіңіз. Алдағы уақытта қандай киноны көргіңіз келеді? Төменге міндетті түрде жазып кетіңіз. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Осы секілді алда шығатын видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.